Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге өте оңай дайындалатын кекстің рецебімен бөлісемін. Құрамы қол жетім заттардан тұрады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстінен қантымызды салып, миксермен көпіргенше араластырамыз. Енді сұйық майымызды құйып, тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымыз бен қопсытқышымызды екі бөлікке бөліп, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді қалған ұнымыздың барлығын салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін, формамызды алдын ала майлап, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіретін боламыз. Біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде осы менің рецебімен жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Күн сайын менің каналыма жаңа рецептер шығып отырады, сондықтан да мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да түрлі рецептермен бөлісемін. Сіздермен болған Жансая.